Бәріне сәлем, бұл Аңсағанның YouTube каналы, значит, менің бізде түш жобасы, қонақта Дарикорн. Өтірік амандаса салайық. Типа көрмеген. Иә, о, қалайсыңдар? Дарикорн осы каналдағы екінші қарағандылық адам. Біріншісі. Мен? Қойш, қараңғыдансың ба? Ужас, енді өлі атсың ба? Иә, қараңғыдансың. Сен қай жейсің? Жанарқа. Иә. Жағарқан қымыздар күшті. Иә, еще еті қазысы тұздалған. Бізде бүгін қонақта әнші, блогер Матя Дарикорн. Иә, Қысқаша проект туралы. Өміріңде, по-любому сенде болды, который бір история, ұяласың, ыңғайсызданасың, ой, бұл мынаны айтсам адамдар не дейді екен дейтін сияқты. Сіздерде де болған шығар, осыны айтсам, қой, жынды ма, біреулер мазақтайды ғой ертең күні бойы, өмір бойы дейтін сияқты историялар бар. И ол историяларды айтқан кезде біз басқа адамдардың реакциясын білмейміз. Біреулер жамандауы мүмкін, біреулер нормально деуі мүмкін. Соны білу үшін бізде осындай жаңа жоба. Қазір барлығыңызда қағаз ручка бар. Саған да береміз, Дари. Сендер жазбайсыңдар ма? Мендер жазам? Жоқ, бәріміз жазамыз. Саған. Қараңдар. Қазір бүктеп өздеріңе қалай ыңғайлы солай салсаңдар болады. Біз мына жерге сосын құпия коробкасы деп айтамыз біз бұны. Дұрыс қой, құпия коробка ма? Коробка ма, құпия чемодан? Құпия чемоданына саламыз да, сосын барлығын кезек-кезек оқитын боламыз. Анонимно жазыңдар. Мен Айгерім 23-темін деп олай жазып кетті. Дари мен деп. Анонимно секрет жазамыз. Шын болу керек па, прям? Шын болу керек. Шын болу керек, шын. Сенде бір өмірде шығара салуға болмай ма? Ойдан ба? Жоқ, ол нені айтып жатыр? Шын, бірақ кейбір детальдар. Иә, қош жерсен болады. Жоқ, хотя бы андай фундаменті шын болу үшін арасынан. Давай. Біз соңында, сол үшін қазір бір 20-30-дай құпия оқимыз ғой, соңында сенің құпияңды табуымыз керек. Кім табады оны? Біз екеуміз угадать етеміз, мынау шығар, мынау Алып шыққаннан кейін, полный оқып шығамыз ғой. Содан кейін примерно ставка қойғанымыз, бүкіл болған оқиғалардың ішінен қайсысы мынау сенікі деген. Уақыт кетті, құпияларыңызды жазыңыздар. Барлығының түрлері андай ұялып жазып жатқандар күшті екен. Детально жаздым, негізі. Сен болдың ба не? Бірақ мен андай немен жазып қойдым, андай болады. Не прям детально, түсіп қалса детально, может. Но детально жаза беріңдер. Мен әлі жартысында жазып біткен жоқпын ғой. Мен де, молодец. Жазса бірдей қасына өтірік болсын. Жоқ, чисто шындық қой бізде. True ғой, true. Болды ма? Болды ма? Біз құпия чемоданын ашамыз. Чемодандарын ескіріп кетті ғой. Дарикорн сал. Мынау не ғой, антиквариат қымбат қой, типа ескірген мынау. И мен қазір адамдардан жинап шығамын. Адамдардан жинап шығамын. Салыңыздар, ұятсыздар. Секреттарымды. Кәнекей. Кімге дауыс бердіңіз? Жазып бара тұрған ағы. Сіздер? Сіздер де жоқ. Сіздер? Біз бүгінгі секреттерді бастаймыз. Алғашқы оқу мәртебесін біздің бүгінгі қонақ Дарикорнға береміз. Кез келген ашта, андай бюллетень сияқты. Ашып тұр екен, жазылып тұр екен. Бюллетень. Жауып бүктемейсіздер ма, не істеп ашып Ұзағынан бастаймыз ба, давай. Бұл оқиға енді маған кринжовый деп ойлаймын дейді. Саған ғана ма, бәріміз көрейік. Осыдан бір жыл бұрын коллегама подруга невесты болдым. Как раз ораза кезіне түскен аузым берік күн ысы. Қазақ қылмауға бел будым дейді. Мәләдейс, қабыл болсын. Уже почти күн батайын деп жатыр. Невестам сауап жинайын деп па, білмедім. Маған заранее су құйып қолды кесеге. Су құйып қояды. Күн батты. Сосын мен оның күйеуіне бардым деп қойып кетсем. Олай емес. Ебать, сондай поворот болып кетсе, вообще, да ну нафиг өстіп басталып жатыр. Поворот басқаша дұғамды оқып. Онда историяны переписать етем лучше, мына жестко екен уже. Дұғамды оқып, бетімді сипап, суды ішіп қалса, рот ма жазу немене қазір тұра тұрыш.
не деп жатыр мына жерде? Рот Кім? на Суда ішіп қалсам, рот напомнила. Но ішпедім. вот емес па? Наполнила, рот наполнила. Аузынан толтырып но алды да, ішпедім дейді. рас ішпеді. Аузым ашып кетті ғой. В шоке мұн не Ашылып болды деп. Иә. И прикиньте, ол арақ екен вообще даже дәмін білмеймін да ғой дейді. Ешқашан Жоқ, тоқта. ішпегем. Дәмін білмейді, бірақ арақ екенін білді. Бірақ екен біліп тұр, иә, в принципе. Қайдан біледі? Менен дәмін бірақ мынау Джек Дэниелс сияқты андай 85-ші жылғы вот 20 жылдық ұсталған. Бірақ білмеймін мен дәмін, по идее. Сразу төгіп тастадым. Жүрегім аузымды жүгіріп аузымды шайып, оказывается, құда балама дружка гараж. Жоқ, мынандай болса, жүгіріп аузын шайып, оказывается, аузынан насыбай қалып кеткен екен десесің ше. Ну, сатып ұмытып кеткен ғой, прикинь. Не дейді? Кәні, құда бала графинға құйып ішіп отыр. Все. Графинге арақ құйып отырған ба? Әртүрлі ғой енді тойларда. Біреу шайникке құяды, біреу... Жоқ, графин деген көп емес па? Араққа? Ну, жалғыз өзі емес ау, примерно. Графинге құйып отыр екен дейді. Осындай жаман опыт басымнан өткен дейді. Екінші история былай дейді. Сен мұны екінші адамға жасайсың. Екінші история былай, жарайды. Былай жай дейді. Жай дейді. Мектеп кезінде көрші үйдің ішінде ағаштан еще ұрлап жегіземіз. Шие ұрлап жегеніміз бар дейді. Түнде қара киім киіп, тығылып түнде де түскеніміз. Ит қуып, қашқаным бар дейді. Ну, екінші. Ит қуған ба? Жоқ, әңгіме шие ұрлағанда, шие ұрлап, ит қуып кетті деп. Шие ұрлау. Бірақ Көрші үйден бірдеңе Нет, ол ұрлау. вообще ұялатын нәрсе емес, шие дейтін. Жоқ, әңгіме мына жерде мағынасына ұрлықта шығар, сол үшін ұялам деп Жас кезінде ұрлаған ғой. Но шие Дұғасын ұрлаған. оқып бетін сипап жатыр көрін ба? Сондай қыз ғой. Шие ұрлау оған. Ұятта просто. Бірақ арақ ішіп қою ұят емес. Арақ ішіп қою нормально графин. Бірақ кішкентай кезімде білмеймін, Жоқ. шие ұрлап едім деп. Арақ қой десе. Шие ұрлағаннан, не шие ұрлаған нормально? Жас кезінде ұрладық нормально. Ұрлағаннан. Дейтіндер бар. Не күшті. Екеуі вообще екі түрлі екен. Біреу қатты былай, біреу қатты былай. Сен бірдеңе ұрлағансың ба кішкентай кезінде? Не ұрламадым, бәрін ұрладық қой. Мысалы. Мысалы, ең бағалы, ең қымбат ұрлаған нәрсең бар ма, примерно? Шемішке ұрлағам Сен- неден, магазиннен. Соны бағалы деп тұрсың, иә? Енді ол сатып далада тұрмын. өсіп тұрған көрші үйдің талынан емес, енді помидор ұрлайсың, огурцы ұрлайсың. Ауылда өстік қой. Қазір Дариконың бүкіл көршілері қайтара, қазір помидор қымбат. Балалармен бәріміз жиналып, ана воротасынан секіріп, ұрлап, футболкамыздың ішіне бүйтіп толтырып қайтатынбыз ғой. Помидорды ма? Жоқ, Қарбыз десеш. немене? Не қарбыздар? Виши ұрлайтынбыз, ранетки бар, содан кейін смородина. Солар өсет. Бізде қараңғыда басқа не өсет? Степте тұрамыз ғой. Осы жақта ғой, алмұрт, неше түрлі өсет. Күшті Алматы. Мен таңдап берейін. Давай. Надо былай осы жерге қоя берейін, иә? Я сол жерге қояды, шатастырмас үшін. Мынау сен ғой, Жоқ, мына менікі емес. деп жазып. Или менікі ма? Алдыңғы жылы мен подругаммен клубқа бардым. Осындай историялар неге жоқ? Сол кезде өмірімде бірінші рет бардым. Подругам қоймай каблукпен қысқа көйлек кигізіп қойды. Йо, грязь басталып жатыр, короче. Подругам қоймай дейді, как будто өзі вообще кигісі келмеген сияқты. Негізі мен ондай киімдер кимеймін. Сосын клубта жүрдік, маған қатты ұнаған жоқ. А ол кайф болып жүрді. Подругасымен айтып отыр. Ол өз-өзімен жүрді, мен жай отырдым. Сосын есік алдына ауа жұтайын деп шықтым. Есік алдында адам көп болды. Бір кезде тұрып, равновесие ұстай алмай, ампет құладым дейді. Так. Детальді тастап кетті ол, значит. Осы так равно. Жоқ, андай ше. Ондай киімдер кимеймін, андай, бірақ ампет құлады дейді. Резко ба. Ондай киімдер кимеймін, бірдеңе істемеймін, бірақ ампет құлайды екен да бұл. Ұятай дейді. Бәрі маған қарады. Ойладым мені мас деп. Не істерімді білмей қалдым. Жылағым келіп кетті. Подругама звондадым, прикинь, анаған звондасам бір жігіттің үйіне кетіп қалыпты. Сол. Негізі осындай оқиғадан кейін қыздар жаңағыдай екі подруга болып барасыңдар ғой.
даже барғыларың келмесе де хотя бы біреу трезвый болып жаңағыдай тастап кетпеңіз подруга. Трезвый водитель болу керек. Жаңа трезвый водитель сыртқа шығып кетіп тұр ғой жаңа. Сол. И пассажир басқа водительмен кетіп қалды да. Өзінің заказ келген таксимен кете беріңіздер лучше қыздар, аман есен. Сол, енді ол подругаммен де араласпаймын, клубқа да бармаймын. Рахмет дейді. И еще Сонда қалай мына жерде амп етіп құладың дейді да, бірақ бәрімен мас деп ойлап қалды дейді. Сонда Ойлап мас қалған емес па? шығар. Ойлап Вот қалған. по идее мен ойлап тұрмын, может сол детальді тастап. Қалай құлаған, бірақ мас деп ойлап қалды деп. Жоқ, бірақ тұрды. мас емес болып Мас құлау, емес. может анемия шығар, андай резко бүйтіп бас айналып жоқ, кетті де, может. мен мысалы үшін қара, в целом былай ойлашы, мен өз сол қыздың орнына қойып көремін. Мен мас емеспін. Мас емес адам қалай амп етіп құлайды? Сол ғой. Қыста шығар, может, на деталь. Қыста тайып құлап қалды. Амп етіп па былай? Иә, амп етіп. Қыста обычно амп етіп қойсын андай. Просто бүйтіп спокойно құламайсың. Бірақ равновесие қай кезде ұстай алмай қалды екен? Может, эскалатор болған шығар сол кезде. Или канаттың үстімен келе жатқан шығар, равновесие ұстау Клуб керек. десе бықы болғаны есіме түседі. Басқа клубқа барып көрмеппін. Болды, сен клубта баратын мынандайдан өтіп кеттің ғой? Кезінде шықпап едік. Жақсы еді клуб деген. Ойбай. Жастық шағым. Андай апашкалар сияқты кезінде клубта Жоқ, жақсы апашка, еді. сен білесің бе нешеде екенін? Ау? 29-да ғой. Жоқ, апашка мен понятиімде 70-те уже. Ол апашка да. типа, сондай әңгіме айтып жатыр. 40-45 оған әйел нормально болып тұр ғой. мынау не мынау 40-45 жасар әйелмен флирт болды. Әйелмен. 40-45 жасар әйелмен флирт болды. Қойса, Почему мен? 40-45 жасар әйелмен флирт болды. Қазір енді ерке есмаханы норма болып кетті ғой. Норма ғой? Чисто приколдан дейсің, короче. Жоқ, 45. Жоқ енді 40-45-тегі әйел андай соска әйел болса, почему бы нет? Дұрыс, согласен. Согласен, даже Иә, очень. почему? Вообще махаббат жасқа қарамайды. Сен Соны понятиеңді айтам. вообще қарамай ма? Соны- Или бір қарайтын не бар ма? Интервал. Жоқ, өзі қыздар еще, үлкен қыздар, кішкентай ұлдарды жақсы көреді негізі. Ол да бар. Шын ғой? Иә, дайректін көрсейін ба? Шын ғой? Нелер, қалай айтушы еді оларды? Үлкен қыздар сен үшін ол қанша жас көлемі? Иә, Милфа. соны айтайықшы. Мысалы үшін Милфа, қара, мен милфа. 26-дамын, маған үлкен қыздар неше? Бәрібір ғой, қандай ұнап тұрады. 45 жасар ұнап тұрады 45-те десең. бола береді, иә. Если Мысалы андай 40-45 жасар. күшті мінезі, жас қыздардікіндей андай Мінезін қатын сен болып- бірден білмейсің ғой? Жоқ, енді танысасың ғой, бірден Жоқ, барып. танысқаннан флирт кейін де давай. даже білу мүмкін емес. Андай тұрмыс құрғап үйленгеннен кейін потом білінеді ғой кейбір нәрсе. Үйленбейтін шығарсың енді. М? Үйленбейтін Жоқ, шығарсың. Маған неге айтып отырсың? Жай флирт қой. Сен жазған жоқсың ба? Жоқ, мен жазған жоқпын. 40-45 жасар Аллах дейтін. көзіш. Всё, келесі. Саған таңдап берейін ба? Өзінікін оқып жатқан жоқсың ба? Жоқ, мен жазуым мұндай әдемі емес. А, Қарсы күшті жазу. Не деген? еще четко түсінікті қылып жаз. Иә. Кішкентай кезімде мектепке бара жатқанда тротуардан бөлек бір қысқа жол бар еді. Аяқ басылып қалған жер. Сол жолмен бірде мектепке шығып бара жатып, қатты жүрген ғой. И сол жолда газдың трубасы болатын. Үлкен. Бірақ менің басымның деңгейі төмен болатын. Бірақ менің басымның деңгейінен төмен болатын. Байсетші мен басының деңгейі төмен деген. Типа денесі былай, бірақ басы мына жерде қазір. Басын былай ұстап жатырмын. Рюкзагы басы бар. Иә, былай. Басын жоғалмайды. Төмен болатын. И вот мен қатты жүгіріп бара жатып, басымды ұрып, жерге жатып қалғаным бар. Сәлеммен, мистер Бин. Болды? Басын ұрып алған газ трубаға. Прикольно. Жерге жатып қалған. Прикол видео дейсің ғой, осындай видеолар шығады ғой. Басты ұрып алады дегендер. Дейтін нәрселер. Күшті. Бұл ұялатын нәрсе емес деп ойлаймын. Может, бұл моментте ол өзі постоянно өтіп жүрген. Мен ақталғым келіп жатыр, білмеймін кім екенін. Ақтауға тырысып жатырмын. Иә, дұрыс. Может, ол бүйтіп постоянно өтіп жүр да сол жолдан. Постоянно бірінші класстан 11-ші сыныпқа дейін всегда өтіп жүр да, уже автоматом даже көзін жұмсады. Но в этот момент бүйтіп, ну, типа, соғып алды да басын. И сол үшін ұялып жатқан шығар, может. Қалай мен постоянно Бірінші өтіп класста жүрмін ба? нормально өттім ғой, бүгін 11-ші класста қалай өте алмай қалдым деп. Иә, может, сондай. Адам ұялу әртүрлі ғой, не обязательно. Может, біреу ана нәрсе үшін ұялады. Жоқ, ұрып алған Арақ кезде. құйып берсе не істейді екен? Вообще позор болады шығар, иә, оны айтпай историяда. Иә. Моргқа бірге кетейін деп тұрған. Ну, андай жай басын ұрып алған андай секрет қылып күшті қылып өтті маған. Жоқ, бірақ күшті.
ұмытқа десең қалай оқы. Давай мама. Қысылып баратып жіберіп қойдым дейді. Нормально. Ондай часто болған ба сендерде? Менде бір история болған, айтып берейін. Қысқаша. Короче, бір ранетки жейміз ғой, жаңағындай. Қарағандыда тоже ранетки. И тұзға салып ше. Тұзға саласында жейсің мынандай. Просто ранетки жей бересің. Жей бер. И артынан лимонад ішіп ішім қатты ауырады, короче. Сөйтеді да, үйге кірейін деп жатқан кезде дос балам, срочно бір туысқанның үйіне барып келейікші дейді ғой. Пакет апарып тастайық дейді да, короче. Тез барамыз да, тез барып келеміз дейді ғой. Сөйтіп барамыз. Немен барамыз деймін? Автобуспен барып шығамыз дейміз ғой. Теміртауда ғой бізде. Трамваймен барамыз дейді ғой. Трамвай, чтобы сендер понимали, егер қатты жүрсең, озып кетесіңдер трамвайдан. Трамвай жай жүреді андай, әжелерге арналған ғой. Бүйтіп қаланы қарап өтуге ше сондай. И трамвайға отырамыз да жай жүреді ғой, анау қанша остановка просто отырмын. И еще трамвайдың орындығы, мынандай орындығы емес, пластмасс ше андай. Тайып кете бересің. И бір жерге келген кезде трамвай жесткий, бір жерге келген кезде қатты тоқтайды ғой. Кетіп қалады ғой, короче, ұстай алмай қалады. По маленькому емес, по большому. Бірақ андай трусидан шығып кететіндей емес ше. Так, примерно оны бірақ есептеп алдың ғой. Иә, трусиім ұстап тұр, бүйтіп тұр. Сөйтеміз да, андай остановка ашылады, шығайын деп айтайын деп отырмын ғой. Ей деп айтайын деп отырған кезде, қазір ана кетіп қалады, кеттік деп жүгіреді ғой, короче. И мен ақсаңдап қалмайсың ғой енді артынан, мен де жүгіремін артынан. Сөйтеміз да жүгіріп барамыз, екінші этажға көтерілеміз, береді затын, пакетін береді. Сосын тезірек кетіп қалса екен, пакетін береді да, сосын кіріңдер үйге, шай ішіңдер дейді ғой. Сөйтеміз да, мен кіреміз, мен уборныйға кіріп алайын деймін ғой. Уборныйға кіремін да, кешіріңдер, иә. Бәрін шешем, бумаганы жартысын құртам, бүкілін күшті қылып алам, и трусиім шешіп тастаймын да, сыртынан трико киіп аламын. И трусиім тұр ғой, таста кетсең ұят қой ана жерге. Қонақ бала келіп трусиін тастап кетті десе. Жоқ, даже андай кір емес, обычный трусиін тастап кетсең де бір түрлі сияқты. Қонақ түспей алып тұр. Мынау бір ырымы бар ма? Сөйтем да, мусорный пакетке салам да, мусорный пакетті орайым до конца. Орайым да, қалтама салып. До конца ма? Қалтаға салып, қалтаны бүйтіп тігілсең, чтобы башқа ешкім аша алмасын деп, сөйтіп шалбарды бүйтіп бүктен бүйтіп, салып аламын да, бүйтіп до конца бүйтіп құлақтың түбіне былай. Вообще ешкім көрмейтін. Қалтамды саламын да, қалтамда замок береді андай, спортивный еді ғой. Қалтамды жауып аламын да, сөйтеміз да, тез шай ішеміз, короче. Айтамын, тез шай ішеміз да, үйге дейін барамыз, обратно трамваймен тоже еп. Тез шай ішу деген, типа шаймен қайнамады, жоқ заварка бере береміз деп. Кипятозмен. Тез іштік та, үй жаққа барамын, үй жаққа барғаннан кейін мусорға тастаймын да, үйге кіріп душқа түсемін. Ол кезде ақ шалбар болмады ма сенде сұрақ? Жоқ, ол кезде серый, қара шалбар бар. Вот тоже серый болса тоже палевый екен. Трусың күшті ке, памперс сияқты ұстап тұр. Жоқ, бұл негізі трусыға өте жақсы реклама негізі андай атын білсеңдер. Ол кезде үшбұрышты емес. 6-шы класстар уже 4-бұрышты киетінмін мен. Сен үшбұрышты кидің бе кішкентай кезіңде? Иә. Менде. В основном еще андай суға түсуге сыртта андай барысу, жайық. Өзінің жинақы сезінесің, иә? Яғни жинақы андай бір потянутый. Кеттік, екінші историясы. Мектепте өрт сөндіретін баланың... Деп жазып қойды ма сразу? Жоқ. Мектепте өрт сөндіретін баланың аузын ашып қашып кеттім. Оны бірақ менен көрген жоқ. Ұят болды. Баллон. Бәсе мен ойлап отырмын, мектепте сондай қазір до того должностьтар бар ма не? Староста, спорт секторы и өрт сөндіретін бала. Сен боласың. Всегда қалың киініп жүре ма? Иә. Баллонның аузын ашып кеткен. Аузын ашып кеткенде қосып ашып кеткен бе екен или просто ашып салған ба? Ашып берген шығар. Қайтып оқисыз? Мектепте өрт сөндіретін баллонның аузын ашып қашып кеттім. Оны бірақ менен көрген жоқ. Ұят болды дейді. Анау ауыз ашылғанда мына жерде еще жазғанда сызып тастаған ғой. Баллонды жарып жіберіп, баллонды дейді да сызып тастаған. Ой, ол детальді айтпай-ақ қойын онда деген шығар. Оны айтпай-ақ қойын. Жарып жібергенді. Аш жібер деп жаза салайыншы оны. Жарып жібергенді. Примерно бүйткен ғой. Аш жібердім жай. Жарып, лақтырып ба. Мен оқимын. Бірақ енді жіберіп қойғаны ұят болды. Деп айта бересің бе? Мына баллон ұят емес, жіберіп қойған қасында. Баллон вообще идеальный. Нормально, уайымдама. Ал оқимын. Мектепте оқыған кез бір бала болады, әділ деген. Осы видеоны көріп отқан бүкіл әділдер. Блядь, миллион деп отырмыз. Ол кезде мен
тихоня болатынмын. Бірақ қазір емес. Қазір қазір емес. Сосын одноклассниктар жүгіріп ойнап жүреді. Мен білмеймін басыма қандай жын кіргенін. Бардым да аяғына шалып жібердім. Ойлаңдаршы, тихоня аяғын шалса, о бала мал болып құлады. Құлағы жыртылды дейді. Ей, әлі күнге дейін жыртық құлақ. Кешір, жастай кеттің ғой Әділ дейді. Әділге жасалған не жаңағы подножка әділ емес болыпты негізі. Әділ қазір құлағын ұстап, боқтап отқан сияқты ана жерде. Жоқ, әділ андай мынаны выпустырып, кім мен айтып отыр ма, дауысын шығаршы деп андай құлағын кішкене ғой. Қалай құлақ жыртып алуға болады вопрос? Қай жағынан жыртылады екен, былай жыртылады? Мысал үшін, былайынан құлайсың ғой. Сосын мынандай дауыс шығады. Сен білмеймін. Құлаған кезде, мынандай құлаған шығар, зырғанап құлаған шығар. Зырғанап сөйтіп жүріп. Бірақ енді балалармен жүгіріп ойнап жүрген, анау тихоня аяғынан шалып жүрген. Вообще логика жоқ. Ұшып кетті ғой. Айырып, өздері ойнап жүр, барады да шала салады. Қандай бір Обычно андай. Бірақ мен тихоня болғам деп, қандай жын кірген білмеймін деп. Андай сараптама статистика бойынша негізі біраз маньяк андай нелердің бәрі тихонядан басталады, білесіздер ма? үндемейін. Байқап жүріңдер, араларында тихоня біреу болса. Андай маньяк жоқ қой. Дейтін. Ондай маньяк жоқ. Деп ойлаймын өз басым. Прикольно. Әділ құлағың емделіп кетсін, оларға бар. Кешір. Кешір. Сенің историяң ма? Жоқ, ана жерде кешір деген жазған ғой, соған айтып. Кешір Әділ деп жазған. Молодец, кешірім сұрайды екен. Біледі ма? Кстати, осы видеоны көріп отқан барша тихонясы бар достар, тихонялардан қорқыңдар. Ағам тойында мнение болғанда просто мынандай не бүйтіп қойғанда, мнение деп пока көрейік, мнение автопатида, мнение яғни автопатида, жоқ, яғни келмейді. Келгенше автопати. Ағам тойында Ағам тойынан кейін шығар. Кейінге вообще ұқсамайды, ну, просто. Кән? Ну. Білем вообще. Короче, пока что проброс, ары қарай оқиық, сосын логикамен түсінеміз, короче. Ағам тойында, автопатида ішіп, әзер жүріп үйге келсем дейді. Ағам тойынан кейін шығар примерно. Ағам тойынан кейін автопатида ішіп, әзер жүріп үйге келсем, есікті мамам ашып, сөйтіп маған да құй деді десеші. Жоқ, есікті мамам ашып, ішкеніңді апаңа айтам дейді ғой. Короче, ішкеніңді апаңа айтам дейді. Опа, ты емес. Ата естімейді ау. Апаңа айтам дейді ғой. Ал мен мамаға ұрсат деп үйге кірмей жарты сағат тұрдым дейді. Короче, автопатидан кейін біреу ішіп, нормально үйге кірген, сөйтіп мамашкасы ашып қойған. Ал ол до этого еще сыртта күткен кішкене нормально шығған. Кетсін деп па? Иә, и қазір келгенде уже настрой ғой болған ғой, короче, кіріп қазір мамам ұрсады ау дейді. Сөйтсе мамасы айтқан, ну, ұрыспаған, короче, ертең апаңа айтам деді, ішкеніңді. Осындай. Кеттік, Дарикон, келесі секрет. Орап тастапты. Орап тастапты, значит, қатты ұялған ғой. Ұялғанда бүйтіп. Содан кейін мына жерде екіншісі бар екен, еще уақыт өтсе, дальше. Орап тастап жазған қарсы. Мен мұғаліммін, алғаш оқу орталығына ұбт дайындауға бардым. Оқушылардың алдында потеря болып түсіндіре алмай позор болғанмын. Сол дейді. Енді ол басында енді боп тұрады, онда ештеңе етпейді, ол позор емес, бәрібір балалар түсінбей қалды оны. Жұрттар, ел ағалары обычно нені айта алмай жатыр андай, так что нормально. Үш психолог отыр мына жерде, проблемаларын шешіп. Нормально деп қойма. Мен 11-ші сыныпта кластасыммен жүргенмін. ұбт-ға дайындалу үшін, өйткені ол оқымысты болатын. Анан қара. Сөйтіп ұбт тапсырдық. Ол оқуға түсті, мен түсе алмадым. Екеуміз 4 айдан кейін жүрмей кеттік. Сөйтіп оның дворына барып, түнгі 1-ге дейін жылап отырдым. Әлі ұялам, ужас деп, жас қоптынан қарадар. Ал кеттік. Қыс мезгілі. Қыс мезгілі. 8-ші сынып оқимын, далада -30 градус аяз. Мен үнемі сабаққа кешігіп баратынмын. Содан бір күні сабаққа ерте барайын деп, үйден ерте шықтым. Логически, сабаққа ерте барайын деп, үйден ерте шықтым. Дала қараңғы, күн аяз. Бір уақытта көршінің 2 иті артынан жүгірді. Қорққанымнан көршінің заборына өрмелеп шығып, сол жерде 40 минут отырдым. Әлгі иттер кетті, содан мектепке жылап бардым. Сөйтсем, күн аяз сабақ болмайды екен дейді.
Ну, прикольно. Прикольно. Бүгін не істедің десе, сол таңертең заборына барып 40 минут отырдым. Сосын сабақ бардым. Не күшті. Мектепке барсам, еще сабақ бойынша. Сонда иттердің есептеу мерзімі жаңағыдай иттердің андай терпениесі жететін біз біліп алдық 40 минут екен. 40 минут күтеді де уже 40 минуттан кейін Жоқ, иттер айтып жатқан ғой, мектепке не үшін барасың, қуасың ба? Бүгін аяз қайт үйіне, анау түсінбей заборға Үріп айтқан ғой, шығып. үріп, өу деп. Мектепке неге барасың, өу. Соны түсінбей заборға шығып алған екен. еще екі итті на всякий біреу түсіндіре алмай қалса Екінші Біреу тұрса. переводчик. екінші сурдо переводпен бәлкім андай түсінбесе қолмен Иттер сөйлесе екен деп санамасың. Кеттік. келесі 10 сынып оқитын кезім дейді. Мектепте жолда құрбыма әңгіме айтып келе жатырмын ғой. Сөйтіп аузымнан ақ ит кіріп көк ит шығып келе жатар. Жаңа екі демес ба? Келе жатсам дейді от души әңгімені перевод ғой, короче. Бар әңгімемді сынып жетекшім тыңдап келе жатыр екен дейді. Бүкіл жаңағыдай, короче, құрбысымен боқтап болып. Қалай ол беспалево сынып жетекшісін байқамауға болады? Ну, Артында келе жатқан ғой. Прямо артында Жоқ, келатқан шығар. прямо артында ма былай? Құлағының түбінде бүйтіп. Жоқ. Ой, апай саламатсыз ба? Жоқ, былайдан ғой. Мына жаққа қараған кезде апай да бірге бұрылады ше бүйтіп. Мындай до того білінбейтін апай болған шығар. Я еще сынып жетекшісін сол кезде жамандаса, онда уже конкретно Обидно. обидно, Жоқ, иә? ақ типа. ит көк ит деп. Значит, нормально боқтап тұр ғой. Боқтап тұр Ақ ғой. ит көк ит деген нормально, ол уровень деген сөз ғой уже. Егер просто ақ ит болса, нормально жүреді. Көк итті қосып тұрғасында. Көк ит. Көгеріп кеткен. Сосын Көк ит. ковид. Көк ит 19. Көк ит Иә, 19. ковид. Мгм. Дарья Корон. А? Дейсің. Далеко, давай. Финишу, финишу. Бітті ғой. Иә, На, еще біткен де уже үшеуін как тұр, раз үшеуін, үшеуін давайте бөліп үшеуін бөліп алайық. Ма. Оны үшеуі андай бюллетень сияқты болып тұр, иә? Мгм. Кімге дауыс бересіңдер? Кішкентай кезде темір тапсырып жүрдік. Жазу әдемі екен андай темір тапсыратын адамға. мысалы. И темір қабылдайтын адамның ломын ұрлап өзіне тапсырып тастадық дейді. Хорош. Сосын ұстап алып атамызға айтып берді дейді. Прикольно. Ломды. Таныс лом ғой мынау деймін ба? Енді менікі емес па деп. Жоқ, еще ломдар андай ауырлау болады ғой. Лом білесіз бе не екен? Жоқ. Лом деген андай, мен түсіндіріп көрейін. Брекетке тағып. Half-Life деген ойынды білесің ба? Half-Life'ты білем. Лом деген мынандай крюк сияқты, бүйтіп андай есікті ашып бүйтіп сындырып тастауға болады. Лом деген сондай. Лом деген, короче, ұзын ғой. Ұзын, бірақ басы мынандай, короче, мынандай болып қалған, короче. Иә, Сонымен бүйте бересің. бүйтіп басына бүйтіп сындырасың, короче. Лом. Ломать па, типа. От слова ломать деуге Иә. болады, иә. Мгм. Базарлық. Сосын Жоқ, андай атасы ломын не алады, істеді анау екен? жаңа айтты ғой, өзіне анау ломын өзіне сатып жіберді, өзінің ломын сөйтіп ана сұрайды ғой. Мынау менің ломым ғой дейді ғой. Сөйтіп айтады ғой, қайдан біліп қойдыңыз? Жаңа қолымнан бүйтіп сен алып алған жоқсың. До того сондай наглый бүйтіп. Лом тапсырайын деп едім сізге. Прикольно. Мен кішкентай кезімде сыныптас бала ұрды деп ағама жаловаться еткем. На самом деле ұрмаған. Сосын ағам оны шақырып алып, менен кешірім сұратқызды. Олай болады деп күтпегем ғой. Одан кейін ол балаға қарайтын бет болмады дейді. Ят жоқ Я екен. ұят екен бірақ мынаған. Жоқ, а Капец, типа екен. қалай ол күтпеді, егер ағасын айтса ше мені ұрды деп. Получается ағасы, а? Ладно деген реакция. Уф, мен осыны күтпедім, по идее. Ағасын лох деп ойлау. Мен Тексеріп көрейін деген ба? шештерін емес пе жоқ? Жоқ, просто андай ғой. Я Ағасын просто айтқанда? некрасивый поступок бір жағынан. Значит, может, түйіні ол общий айтпады, бір историясы бар болып тұр, где-то бір жерде обидел, ол, а может, қыз шығар. Қыз оны жақсы көріп тұрған шығар олды. Жақсы көріп тұрса неге Типа, ойда деп если Жақсы көріп- любишь, то бей Иә. деген тема ма, Иә. типа? Ағаммен таныссын деген ғой. А, бірден ба уже? Сразу. Ағам проверкасынан өтсе, Болашақта значит, ойып нормально кетті. уже, да? Ой, кетіп қалған Менде қыз ғой ағасының уже. андай логикасы андай. Типа ұрды деп ағасын айтқан ғой. И ағасы оны неге ұрасың деп ұрмаған, просто кешірім сұратқан. Типа, неге ұрмайды оны? И түйінде келеді. Давай. Түнде жеңгемнен, ух ты. Түнде жеңгеммен Лом ұрлады десе. түнде жеңгемнен ағамның машинасын алып, подругыма барам деп шештім дейді. Сосын подругым жолда шығып тұр дедім. Подругыма жолда шығып тұр дедім. Подругымның жанына келгенде
подругамды соғып кеттім дейді. Да ну нафиг, ну GTA ойнап отыр ғой, короче. Қатты емес дейді. Қатты емес. Бірақ қатты емес қалай соғуға болады? типа қатты емес. Ойбай дейтін ба? Подругам соғып кеттім. Қатты емес, бірақ ушиб болды дейді. Бірақ ушиб болды. Қатты емес, бірақ дейді. Енді машина өмірімде айдамаймын дейді. Короче, аға мен жеңгесінің машинасын алып, подругасы, давай шықсайшы анау мынау дейді подругасы. Че там мен осынау мені бам! Кетеді де, короче. Че там қалай менің машинам че? Қатты соқтым ма? Жоқ, нормально, просто ушиб мына екінші қолым ана жақта жатыр, по идее. Жай ғана ушиб болып тұр менде. Все, келесі машина алмаспын онда. Қалай машина сұрап отыр едің? Бүйтіп. Прикольно. Молодец. Все, бүгінге осымен. Жоқ, енді бір подругасы болса, сотқа да бере алмайды ғой. Бейшара подругасы ғой. Ренжімеш дей ма? Жарайды, өзім емделе саламын. Жоқ, сотқа берсе де, ана ағасы мен жеңгесі ғой папада келіп тұрған кім документі. Вот солар ғой. Еще жеңгем мен ағам деп жеңгесі главный болып тұр ғой. Сөйтіп жазған бірінші жеңгесі. И жеңгесін жақсы көретін, тоже жақсы. Жарайды, подружкамен араласатын шығарсың енді. Осымен бүгінгі барлық секреттерді оқып шықтық. Күшті. Маған барлығы ұнады. Основной статистика бойынша адамдардың жаңағы осы бағдарламаны түсінгенім, андай ыңғайсыз жерде дәретін жіберіп қояды екен. Основной пайыз адамдар получается, біраз адамдар дәретке слабый екен. Дәретке. Мен енді осының арасында біз Дарикордың историясын табуымыз керек. Сендердікін таппаймыз ба не? Менікін де тапсам болады. Аманжаныкін де. Без разницы, давай логически қазір ойланып көрейік. Дарикорн, Қарағандыда. Не істеу мүмкін? Дарикорн вообще біраз нәрсе істеу мүмкін, по идее. Дарикорн сияқты ойланып көрсем мен. Дарикорн сияқты ойлансам, мен мысалы. Мен сразу ана вариантты алып тастаймын. Лом деген. Лом вариант. Өйткені бұл ломды көтере алмайды. Кстати, Дарикорн сияқты ойланып көрсем, жаңағы соңғы история машинамен соғып кеттім деген тоже как будто келетін сияқты. Бірақ айдамаймын деп тұр ғой, мен айдаймын ғой. Сен айдайсың, мен просто сен білмеймін ғой. Машинасы бар ма? Машинасы кабриолет алайын деп тұр. Алайын деп жатыр ғой. Ну, қазір психологический травмадан шықты. Онда тоже отбираем. Жоқ, мен бұрында аварияға түскен, білесіңдер ма? Мұрным сынған ғой содан. Ампет соғылды ма? Ампет соғылды. Бір Жаңағы машинаның артынан бір рет соғылғам, сосын нейтралкаға түсіп қалу керек қой, негізі соғылғанда. Просто басында соғылғам ғой, бірақ сынбаған ешқай жерім. Сосын нейтралкаға түсіп қалған. И ана соғылғанда тағы нейтралкаға түседі деп отыра бергем ғой. Дальше сөйтсем артқа бүйтіп ұшып кетем де қайта соғыламын, нейтралкаға түспейді ғой. Сосын оқ деп пығаға қалсынға жерде. Екі рет гармошка болдым, короче. Мұрным сынды сосын. сен сонда бір машина соқтың, обратно бардың да, жоқ, дұрыстап соғайын деп, қайтадан барып соқтың ба? Артынан кірдім. Жаңа клубтағы история тоже келмейді оған. Өйткені ол, скорее, Дарикорн ол ана кезіндегі клубқа шақырған қызға больше келеді Дарикорн, который бармаймын емес. Кеткен жоқ, жігіттермен қуа. Жоқ, мен просто логически сен сияқты ойланып жатырмын, мен сен деп Жігіттермен жатқан жоқпын. бармайсың, ол толстовкамен билейсің да қайтасың. Толстовкамен? Толстовкамен Ай, барасың. пысына бе? Иә. Ит қой, ит. 40 минут 40 отырған минут ба? бойы ит деп ойлаймын өз басым. Өйткені болған. Мен Жаңарқада иттен қалай қашамын, Жаңарқада тұрып. Аязда далаға шықпайсың ғой ондай кезде. Мен мектепке даже кітап апармайтын. қандай историялар болды өзі тіпсіңіз? Әділ құлағы. Мен Кезінде Тихоня болдың. Да, болды. да, келіп тұр. Әділ. Дұрыс. Кезінде Тихоня болдың. Сен Тихоня болдың, Әділ келе жатты, Әділдің аяғына аңқ еткіздің да, Әділдің құлағын Вот кәдімгі келеді. Мен осыған стап қойғанмын. Әділ. Өте жақсы, интуиция Біз қыздар ана таптық. жақтан. Молодец. Біз дегенде біздің көрермендер тауып берді. Реально ма? Шын айтпайшы сол историяны. Жоқ, енді ол кезде мектепте мен 5 жасымда барғамда. Сен ерте бардың ба? Ерте бардым. Кішкентай болдым класстағы. Еще 1 сентябрьда емес, 6 сентябрь ма сөйтіп барам. Мен ол кезде просто жазу білем, бәрін істеу білем. Бірақ садикқа, нулевойға бармағам, мен сестрам үйде оқытқан ғой. Сосын 1 классқа барып тақпақ бәрін айтып берем, мұғалімге маған әкелсе дейді. Сосын сөйтіп барам мектепке, білмеймін 6 класста ма. Короче, просто тұрам, и олар жүгіріп жүреді да қасымда. 3 парта тұрады ғой енді, 3 қатар. И олар тура ортада жүгіріп жүреді да, мен 1 қатардың, оң жағында, мен қасымнан жүгіреді. Содан кейін Біреуін ұстап алдың да. жоқ, Не стоит жүгіріп барады, температура. аяғымды бүйтіп сосқығам ғой, шалынып ұшып кетті да, партаның шетіне, короче, құлағымен даңқ етіп сырып алды, құлағы бүйтіп жыртылып, қанап, ол бейшара ана жерде.
өте көңілді. Иә. Күлкілі қылып айтып жатқаным болды. сосын құлап құлағы жыртылып оның қан болып класстың бәрі сөйтіп құлағы жыртылса көп қан ағады екен. Иә, соны ұқтың ба? Басқа ештеңе оқыған жоқсың ба ол историядан? Типа адамдар жүгіріп жатқанда бір подъем Құлатуға жасауға болмайды. болмайды деген түйін шығармадың ба? Или Зато содан кейін жүгірмеді ғой ешкім қасымда. бәрін успокаивать Прикольно. еткен. Сосын Жалғыз екенсің. ұрысып маған кешірім сұрап олардан. Сөйтіп. Но қатты ұялмайсың иә ол историяға? Жоқ, Өте мәз қазір болып айтып отырғанына қарағанда. қазір жақсы досым ғой, араласам. Да? Құлағы нормаль ма? Или Бірақ шрамға құлағы қойды ма? әлі жыртық, шрамға А, қалды. всё, всё. Естиді иә? Естиді? Жоқ, ондай қатты емес, мына шығанан А, сырға таққан сияқты иә? Ну, чуть больше. Побольше деген ғой. Сөйтіп жыртылып қалды. Аманжан историясы. Флирт деген Аманжан историясы деп ойлаймын. Сол 40-45 Иә, деген, мен де бірақ мен де 40-45 солай Иә, деймін. там етпейін, иә. Ұзағырақ жазу керек еді. Жоқ, не үшін вопрос туып жатыр жаңа сендердің сұрақтарына ұзағырақ жазу. Не үшін ұялдым деген тема ма? Иә. Қысқаша егер айтып тастасам, уақыт бар ма? Қысқаша? Да, Именно да, айтайын. 2 минут. Короче, мен магистратура бітіріп жатқанда, короче, элефант бар ғой, білесіңдер ма? Атакент жақта, Иә. тамақ ішетін жер. Сол жерде отырмын, короче. И былай 2-3 столдан кейін мынандай артқа қарап тұр да, 2 әйел и 1 әйел, короче, маған қарап тұр, короче, шуып отыр ғой, екеуі арқасымен. 3 милфа. 3 милфа, екеуі кәдімгідей вот 40-45 жастар, а анау маған тесіліп қарап тұрғаны кәдімгідей нормально андай в натуре. И ол маған қарап тұр да, короче. И мен типа былай ешкім жоқ, типа қараймын. И мен бүйтіп күлемін да, ол да күледі, короче. Я такой, да ну нафиг, Көзіңді қысасың ба сосын? көзім қысқанда өзі маған бүйтіп күліп андай болады ғой, намектар береді ғой, вербальный знактар. Мен такой бүйтіп, да ну нафиг уже, Аманжан, сен новый уровеньға шығып кетіпсің ғой уже. Нормально уже деймін ғой. И дальше қарап бір-біріміз көз атысып жатыр. Жұмыс жайына қалды, мен негізі сценарий жазып келгенмін. Примерно өтірік жазып жатыр, бірақ жазып жатқан жоқ, короче, тақ дегендер жазып жатыр ғой, короче, қарап қойып. И бір сағаттан кейін аналар отырып өздері жаңағы подругалармен тұрып баратқанда маған қарады да, и бүйтіп, короче, телефон тастайды ана әйел. Я такой, все деймін ғой. Телефон ба или қағаз беремін? Андай қағазбен телефон тұр, короче. Можешь мне вечером позвонить, когда освободишься? Я говорю, анчерте былай жекке жаңағы. Почему вечером? Почему не сейчас? Жоқ, мен уже все, жұмысым жайына қалды, уже кешті істеп отырмын, кешті күтіп отырмын ғой, короче. Демекші, анау қашан кеш болады екен, қашан кеш болады екен. По идее, сөйтіп кешке хабарласам, короче, вот, саламатсыз, помните, вот. Ну, мы как-то... Саламатсыз ба деп Да, уже все равно как-то андай не істей алмай отырмын да, андай понимание, ну, типа, на ты тоже как-никак, потому что ол кезде мен жасыммен, ол где-то 40-45 болса, ну, 25 жас болды, арамыз примерно деп ойлай берші. И да, я помню, она, вот, как вас зовут? Я говорю, меня Аманжан зовут, атын Аманжан, а меня Рысты зовут, очень приятно, она. Мен ат ойлап таптым несі қазір, чтобы жаңағыдай не істемес үшін. Может, давайте завтра, может, вот в Элефанте встретимся, дейді, и пообедаем, дейді. Түскі асқа шығайық, мен, давай, конечно, деймін. Все, түскі асқа барамын, сөйтіп келеді, отыр, жалғыз келді, мен келдім, короче, осылай, у вас глаза очень красивые, дейді, маған айтады. Я говорю, болды уже анда, болды, кетіп жатырмын, дым айтпай ақ қой. Все, бара жатырмын, адресің қайда, машинаң қайда, отыра беремін, болды мен. Не надо обязательно уже какие-то комплименты. Я айтады, глаза очень красивые, и вы очень выразительный. Вот, у менде, мен компания ашып жатырмын жаңағыдай. Типа сетевой маркетинг маған сіз өте жақсы келеді екен, сондай бір представитель ретінде деп, мен сол кезде бүкілінен бүйтіп. Әлемнің полный бүйтіп алып тастадым, бәсе деген соң ғой, шынымен қақтым, бүйтіп келетіндігіне. И вот сол момент үшін мен ұялып жатырмын, то, что мен солай ойлап қалдым да, оказывается, ол сөйтіп түсіндіріп жазып ойсың ғой, флирт емес қой. Флирт емес қой, енді түсіндіріп жоқ, мен соны ойлап қалып тұрмын ғой, вот соны сенде үміт болды ғой, үміт болды ғой. Ау, менде үміт болды, мен вообще оны ойлап жатқан жоқпын. Карьераны құрастырып аламын дейтін. Иә, мүмкін уже жағдайым кәдімгі 4-5 болып қалады. Бәрімізге бір милфа дейсің. Тяньши болып шықты. Все. Типа тяньши, типа соны Ал менің историям қайсысы екенін сендер комментарийға жазыңдар и тауып алыңдар солай. Мен айтпаймын историямды. Бұл түс жобасы бүгін бізде болған Дари Корн. Түс жобасы деген бір түрлі екен. Негізі былай ғой, бұл жобасы. Ешкімге айтпаймыз бұның барлығын. Бұның барлығы осы жерде қалады. Егер сіздің осындай қатты ыңғайсыз қызық историяңыз болса, төменде көрсетілген почтаға жазып кетіңіз. Біз соны эфирге шығарамыз. Все, сіздермен болған Аңсаған, Аманжан, Дари Корн каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Все, рахмет, сау болыңыздар.